Ливия әскери басшылығы орны толмас шығынға ұшырады. Ливия армиясының бас штаб бастығы Мұхаммед Әли Ахмад Әл-Хаддад Түркияда болған жойқын ұшақ апатынан қаза тапты. Бұл қайғылы оқиға Солтүстік Африкадағы әскери тепе-теңдікті өзгертуі мүмкін. Al Jazeera және Associated Press агенттіктерінің хабарлауынша, Falcon 50 жеке ұшағы Анкараның Эсенбоға әуежайынан көтерілгеннен кейін көп ұзамай құлаған. Түркия билігі ұшақ бортында электр жүйесінің істен шыққанын және экипаждың шұғыл қонуға рұқсат сұрағанын мәлімдеді. Алайда байланыс үзіліп, ұшақ Хаймана ауданына құлаған. Ливия премьер-министрі Әбдел Хамид Дбейба бұл апатты ұлттық қасірет деп атады. Генерал Әл-Хаддадпен бірге бортта болған тағы 4 жоғары лауазымды офицер мен 3 экипаж мүшесі мерт болды. Генерал Әл-Хаддад Ливияның бөлшектенген әскери күштерін біріктіруде шешуші рөл атқарған тұлға еді. Оның қазасы Ливиядағы бейбітшілік процесіне қауіп төндіруі мүмкін. Қазіргі уақытта Түркия мен Ливия мамандары апаттың нақты себебін зерттеп жатыр. Бұл техникалық ақау ма, әлде басқа себеп бар ма? Біз оқиғаны бақылаймыз. Соңғы жаңалықтарды өткізіп алмас үшін Абр Ньюс арнасына жазылыңыз.